мейірім аңсаған жүрек. Сыртта жүрген долы келіні Ақлиманың қазан ошақ басында ыдыстың барлығын сықырлатып жүріп, бұл қақпас маған бәле болды ғой, бәле болды. Не аузына жауып отырмайды, не өзі қарамайды. Өлетін шағы келсе де жалмаңдап әлі жүр. Керек болса сол жетімен қызға қарамайды өзі. Құрып кетсін әрі. Бәле болды менің қара басыма. Өз балам болмаса, мен қалай бөбекте беремін оған. Ол албасты қыздың да аузы бір жабылмайды. Еңіреп жылайды. Шешесін мен өлтіргендей. Не қыз өлмеді, не ана қақпас кемпір өлмеді. Барлығы менің қу маңдайының соры болды ғой, деп шыңғырғанын естіп отыра алмаған Дәржан апа орнынан қалт-құлт етіп тұра берді. Сондағы ойы ана бөлмеде шыңғырып жылап бесікте жатқан қызды тербету. Жаңа ғана Ақлимаға қарағым ана қызға бір көз қырың салшы, жылауы тыйылмай жатыр ғой, деп еді. Енді соған жауап ретінде айтып жүрген анау. Іштен тынып, нала болған қартана бесікті тербете берді. Күйінгеннен, осы қатын аузының шәлкестігінен өмірін қор болмаса болар еді. Тілінен қағынат шығар бір күні, деп сөйлеп алды. Ал бесікте жатқан сәби өзінің де бір адамға болса да керек болып, жанына жан баласы келген соң тынышталайын деді. Оның мөлиген көздері бір жұмылып, бір ашылып ұйықтап бара жатты. Оның бетіне қарап отырған апа: сорлы жетімегім-ай, сенің басыңда не тауқымет бар екен? Мына тас тағдыр сені аяп анаңды ең құрыса, аяққа тұрып кеткенше тірі қалдыра тұрмады ғой. Ең болмаса өз аяғымен жүретін болғаныңда ғой. Мен қашанға дейін саған қорған бола алатынымды бір Аллам білсін. Әйтеуір сенің несібең үшін өліп қалмай тірі тұра тұрайын. Ана сорлы әкеңнен не пайда? Ол өз қара басын аман алып жүрсе де шүкіршілік етеміз де, деп көзіне келген тамшыны оңып кеткен ақ орамалының ұшымен сүртті. Әбден қартайып, әжім түсіп, түнерген жүзі қатты күрсінісіне одан сайын қарайып бара жатты. Дәржан апа бұдан 3 ай бұрын әлемдегі ең бақытты ене, аяулы ана, ардақты әже еді. Жанында шай тамағын даярлап, таңертеңмен ерте тұрып дәрет суына дейін жылтып қоятын келіні бар еді. Байғұс Ғазизаш қарны қампиып босанатын күніне дейін осы енесінің жанынан шықпады-ау. Жағдайын жасап, дегенін істеп, көңіліне қарап, кезі келсе күлдіріп те алатын. Сонда Дәржан апа қарсы алдынан қартайғанда осындай азап шығады-ау, осындай жүрегін тіліп өтер сөз естермін деп ойлап та көрмеген еді. Тіпті ондайды көз алдына елестете де алмайтын. Бірақ қатал тағдыр оның қартайғанда жалғыз ұлынан көрген рахатынан айырып кете барды. Иә, түн ішінде қатты тоға қысқан Ғазизаш келіні жан ауырып тұрса да күлім қағып: апау, толғағым басталып кетті-ау деймін, перзентханаға барайықшы апау, деп ана болуға асыға беріп еді. Бірақ осылай күлімдеп түн ішіне кеткен келініне бұл үйге қайтып келуді жазбапты ғой. Жаны қиналса да шыдап тұрып келінін перзентханаға алып баруға ұлы екеуі тыпыршып жүріп көлік тапты. Таяққа сүйеніп, күйбеңдеп жүрсе де, баласы мен келіне ер перзентханаға бұл да барған болатын. Сол түнде босанып, өмірге қыз алып келген Ғазизаш қайта атқан таңды көрмеді. Босанып болған соң, Ғазизаштан тым қатты кеткен қан тоқтамай, бүкіл перзентхана дәрігерлерін шулатып жіберді. Өзінің мазасы қашып, жаны қиналған сезген ол, сәл ғана есін жиған кезінде жанындағы ақ халатты қызға: апам шақыршы, шақыршы дей беріпті. Қалбалақтап, жанары жасқа малынып келінің жанына барғанда, көзі бір жұмылып, бір ашылып сұп-сұр болған Ғазизаш: апау, немереңізді тапсырдым сізге, тапсырдым, сізден сұраймын, апау, мен, деп қайта талықсыз сөйлей алмай пысылдап, терең күрсіне әрең дем алды. Мына сөздерді естіп жүрегі дүрсілдеген қартана: жоқ жаным, олай деме, кім тумай жатыр дейсің, Алла сақтасын балам, олай деме, деп маңдайынан сипай берген. Бірақ өзінің анық қайта жарық дүниені көрмейтін сезген келіні: қызды сізге тапсырдым, өзіңіз қарарсыз, апау, қарарсыз, аманат қой, сізге ол аманат қой, апау, қош, деді де дірілдеп, енесінің бетіне тегіс тұрған қолы сылқ етіп түсіп кетті. Келіннің сылқ түскен қолмен бірге жүрегі жұлынып кеткендей болған Дәржан апа: балам-ау, неге тастап кеттің бізді? Баласы құрысын, өзің аман қалғаныңда болар еді ғой балам-ау, Ғазизаш тұршы, деп тұрмайтын білсе де, өлі денені біраз сілкілеп еді. Одан соң жанындағы қыздар апан сырт қалып шықты. Өмірдің қаталдығын сезініп білмейтін пәк періште сәбиді жарық дүниеге алып келді де, өзі о дүниеге аттан кете бараған аяулы келіннің қазасы жүрегіне қатты батты. Жанын езген қайғысын айтып таң атқанша, перзентхана алдында ақ шашы желбіреп Дәржан апа ұзақ жылап еді. Бәрінен де немересінің қалып кеткеніне жаны күйзелді. Сорлы балам-ай, неге өзің аман қалмадың? Өзің аман қалғанды болар еді ғой. Сен өлгенше мен не көрмедім?
Сені өліңді көрсеткенше неге мен ғана көрге тірідей көмілмедім? Енді не деймін? Не беремін сенің ақ мамаңды деп шарқыратын ана балапан жүрекке? Не берем? Кім оның жүрегіне сендей жылу шашалады? Айтшы, кім? Неге кеттің қарағым-ау, неге? Деп етегі жасқа толғанда бүкіл перзентханадағылардың қос жанарын жасарып бара жатқан болатын. Бұл ананың құлдын іздеп шарқырған жүрегінің зары еді. Бұл өмір есігін аша сала жетмек деген атталған бейкүнә сәбидің зары еді. Кейіннен келін арулап жерлеп қырқынды өткізді. Бұл кезде тырмысып өмір сүру үшін талпынған, туыла сала анасыз қалған сәби бесікте жатты. Оны келіннің өлімінен кейін өзі әлсіреп қалса да, Дәржан апаның өзі қарап, өзі тамақтандырып жүрді. Бұлай көп жүре алмасын білген соң, келіннің 40 ғасы өткен соң, ұлы Айбергенді жанына шақырып алып: мен қашанғы жер басып жүре беремін дейсің? Мына үйге ие болатын, мына сәбиге ана бола алатын біреу тап қалқам. Соған барлығын тапсырайын. Анасыз өсу өте ауыр ғой. Мына қызды бауырын алсын. Кімде осы әйтеуір, мына періштенің жүрегіне қаяу салмайтын, жетімдігін бетіне баспайтын, көргендісі бар біреуді тап балам. Егер болмаса, ана екі қыз шақыртайын, соларды қарастырып көрсін, деп қарт апа ұзақ жылап ұлына жағдайды айтып, тұрмыста екі қызын шақырту жағында айтып еді. Сонда ұлы бар айтқанын басына шұлғып, сөйлемесе де ишарамен жауап беріп отырып, соңғы қыздарды шақырту жайлы айтқанда, анасының бетіне шалт қарап шұлып алғандай: апа, сіз айтады екенсіз, мен қоя алатын олар емес, өзім табамын. Мен олардың айтқан адамын жетектеп келе салатын есі жоқ біреу емеспін. Мен тауып та қойғанмын. Мен үшін адам іздеп әуре болмай-ақ қойыңдар, деді. Ұлына артық сөйлемеген Дәржан апа: өзің білесің ғой балам, әйтеуір есі түзу болса болғаны, маған қарамаса да мына қызға қараса болғаны, мен өз күнімді өзім көрермін, шыбын жаным аман болса деген еді. Ұлының енеде болған сөздері жүрегіне ауыр тисе де, Дәржан апа ештеңе айта алмады. Тек аладан баласына жөні түзу біреуді жолықтыруды тілей берді. Арадан көп өтпей-ақ ұлы Айберген анасымен таныстыруға осы Ақлиманы ертіп келген болатын. Сызылып, апалаған келіншектің алғашқы жарқын мінезін көрген апа оны ұнатып еді. Тіпті бесте жатқан әлі 3 айлық бола қоймаған несібеліні қолына шешіп алып, еркелетіп біраз көтеріп, бетіне сүйіп қайта-қайта өбектеген көргенде Ақлиман одан сайын ұнатты. Ол кеткеннен соң ұлы анасына: апа қандай адам екен, болады ма, деп сұраған еді. Ойында ештеңе жоқ. Өмірге тек жасы жағынан қарап келген апа Ақлиманың бұл ісінің барлығының жасандылығы екенін парасатпен байқап біле алмапты. Ол жайлы сұраған ұлына: бет-әлпеті, мінезі жақсы адам ұқсайды балам, өзің біл, деп күліп жауап берген еді. Ғазизаш өмірден кеткелі жадырап күле бермейтін анасының мінезін білетін Айберген Ақлиманың оған ұнағанын білген. Сөйтіп арадан көп өтпей-ақ Ғазизаштың әке-шешесін шақыртып, олардың рұқсатын алды да Ақлиманы үйге кіргізіп алды. Дәржан апа келіннің бұрын тұрмыста болғанын білсе де, ауылда біраз ақсақалды шақыртып, бір мал сойып баталарын алған еді. Келген күннің ертесінде Дәржан апа мен Ақлиманың арасынан аламысық өтті. Оған да арқау болған осы Несібел еді. Міне, алғашында сыпайы болып күліп келген Ақлима бүгінде арадан 2 ай өтпей жатып, Дәржан апа мен бесте ыңырсып жататын Несібелінің басына жаңғақ шағып отыр. Бағанаға ашу тарқай қоймаған Ақлима қолына сыпырғын ала кіріп, бесік тербет отырған Дәржанға қарамастан, сол бөлменің шаңын бұрқыратып, ашулы кейіппен сыпыра берді. Тербетіліп жатқан бесікпен енесінің жанына келгенде ештеңе айтпастан бесікті көтерді де арғы сыпырылған жаққа тарс еткізіп қойды. Қолында бесікті жұлып алған келіннің бетіне қарап қалған Дәржан апа шыр етіп шыңырап жылаған сәбидің үнін естіді. Жалт қараса, бесік аударылып жатыр. Несібелінің басы бері қарап шығып тұр, ал бесік теріс аударылып кеткен. Ойбай, деп балаға талпынған апа орнынан тұра алатын емес. Қартайғанда тұрып отыру қиындап қалған деген осы болса керек. Қанша ұмтылса да қозғала алмады. Ал бесте сәбидің жылаған үні жанын жеп барады. Осының барлығын көріп тұрған Ақлима түк болмағанда еденді сыпыра берді. Енесінің бетіне тиіп жатқан қоқымдарға да қарамайды. Тіптен тұра алмай қиналған соң Дәржан апа: бесте нең бар еді, жетесіз, тұрғыз ана бесікті, өліп қалатын шығар ана байғұс қыз, деп еді. Ақлима: өлмек түгіл маған десе неге қата қалмай сол жатқан жерінде, туылмай жатып анасын жалмаған мола болғырды сәби дей береді екен. Бұл жетім қыз әлі талайымыздың басымызға сор болады. Бұл өлгенше барлығымызды көрге тығып бірақ өледі. Туыла сала анасын жалмаған бала болмағырдан не қайыр, деп түк болмағандай сыпыра берді. Ажалдың үкімін адам емес, Алла шығарады қарағым. Байқап сөйле, осы тілің сені дегеніңе жеткізбей қыршыңнан қияды әлі, деді. Өзі шыдамсыз Ақлима енесінің жанына сыпырғысын көтеріп жетіп келіп: енді бір ауыз сөйлесеңіз, деп тоқтап қалды.
бейне енді сөйлесең сыпырғымен сабаймын дегендей кейіп танытуда. Күйіп кеткен апа амалсыз қиналса да орнынан зорға тұрып бесікті оңғарып қойды. Бұл кезде жылай-жылай шиқылдап қалған Несібелінің үні әрең шығып жатыр еді. Жылама жаным менің, қой енді, қой, ақылды ғой өзі, жыламайды деп сәбиді жұбата берді. Оның қолын алып өбектеп әрең көндірген Дәржан апаның құлағында жаңағы Ақлиманың айтқан сөздері жаңғыра берді. Қанша есіне алмауға тырысса да, ащы да жүректі тіліп өтер сөздерді ұмыта алатын емес. Енесіне ашуланғанын кешке дейін бір қабақ ашылмаған Ақлима жұмыстан келген Айбергенге де тамағын тырысып отырып берді. Дастархан басына келмеген Дәржан апа бесік тербетіп отырып тамақтанбастан төсегіне жатып қалды. Ана тырысқан қабағы мен тамақты келіннің жөнді бермесін жақсы білгендіктен дастарханға келмеді. Әйелінің қабағының бір ашылмай жүрген көріп Айберген тағы не болып қалды? Неге сонша тырысып бүрісіп отырсың деп еді. Одан сайын көгеріп қалған Ақлима, неге сонша зіркілдейсің? Шешеңнің айтқан сөздері анау, сенің айтқаның мынау, мені не үшін алдыңдар өзі? Осылай қажап миымды жеу үшін бе? Сол үшін алдыңдар ма? Деді де ары қарай сөйлеместен еңкілдеп жылап жіберді. Апам не деді? Деді Айберген. Сенің шешең не тәуір сөз айтады дейсің? Не айтады ол биін жекімегенде? Тәуір бірдеңе айтар деп педің? Деп одан сайын қақалып шашала берді. Айтса енді маған не айтты? Деді әйеліне. Кет деді, менің байым құсап үйден шық, құры, сен бізге керек емессің деді. Білмеймін оған не істеп не жазып қойғанымды. Әйтеуір өліп талсам да сенің шешеңе ұнамай-ақ қойдым. Осы үйдің отымен кіріп күлімен шығамын. Сонда да маған тиісе береді. Тілі жыланның уындай ғой тағы. Сенсің бе менің байым? Әлде шешеңнің билігіне беріп қойғансың ба? Кезінде айтпадың ба? Саған мен емес шешем бай болады деп аузынан жұқпай сөйлей берді. Осының барлығын келесі бөлмеде төсекте жатып тыңдап жатқан Дәржан апа басын шайқай берді. Көзіне келіп қалған жастарды тез-тез сүртіп жатыр. Бірақ өзіне жағып жатқан қара күйге шыдай алмаған қарт ананың жанарынан тамшылаған жас толастар емес. Шынымен кет деді ме саған? Шыныңды айтып тұрсың ба? Деп Айбергеннің көзі дөңгеленіп ашуланып, ұрынарға қара таппағандай тыпыршып кетті. Я кет, сендей қатыннан садаға кеттім деді. Қыршыңнан қиылғыр деп қарғады ғой қарғады. Құдайым-ай, тағы не сөз естеді екен мына қақпастан. Мен әлі адам екенмін саған тиіп отырған. Сол шешенің сөзіне шыдап отырған. Басқа біреу болғанда баяғыда кетіп қалған болатын еді. Ана сорлында осылай сөзімен құртқан ғой. Осы мыжың сөзді естіп өмірден безген шығар. Ол да баласын туып беріп құрайын деген ғой. Деп күйеуінің айналған басын одан сайын айналдыра берді. Орнынан қарғып тұрған Айберген өзінше еркексініп жұдырығын түйген күйі шешесі жатқан бөлмеге бара жатты. Кіріп келіп анасының үстінде көрпен жұлып алған Айберген, сізге не болған? Қартайғанда тағы қандай өнер шығарып жүрсіз? Деп ұрып жіберердей дүрс-дүрс сөйлеп. Балам-ау, саған не болды? Деп күйгелектенген ана байғұс дүр-дүр етті. Неге Ақлимаға кет дейсіз? Ол менің қатыным, ол осы үйдің иесі. Әлде екеумізде керек болмай қалдық па? Өзіңіз өлейінде отырсыз. Қойсаңшы осындай сасықтығыңызды. Енді осы қатыннан да тірідей айырылғыңыз келмесе тыныш отырыңыз. Ажалыңызды күтіп, өлейінде отырғанда тіліңізді тыйсаңызшы. Біреуін өлтіріп тынғаныңызда жетер. Енді екіншісіне ауыз салғыңыз келмесе, отырыңыз тыныш көрге кеткенше. Неге кет дедіңіз оған? Ол менің әйелім бе, әлде сіздің әйеліңіз бе? Деп айқайлай берді. Жоқ балам, мен оған ештеңе де айтқан жоқпын. Тек Несібелін тербетуге өз аяғымен бара алмай, мына аяғы құрғырда қастап бастырмай қалды ғой. Соны тербете ғой деп едім. Қайдан білейін оның жүрегіне осы сөзінің қатты тигенін? Қайдан білейін балам деп үнсіз қалды. Енді оған кет десеңіз мен де кетемін қосылып. Өзіңізге жан баласы жақпайтын болып қалыпты ғой. Өлетін шағыңызда үй дүние мүлік неге керек? Деп қолын бір сілтеп шығып кетті. Күйеуінің анасына сонша айқайлаған көрген Ақлима өзінің ұпай түгелденгеніне қуанып қалды. Өзінің біртіндеп Айбергенге сөз өте бастағанына масаттанған келіншек марқайып қалды. Шешесіне күйеуін қарсы қойып ұрыстыра алады. Енді ана бесте жыбырлап жатқан қыздан құтылса, өзі ие, өзі қожа болып шыға келеді. Ашуланып теріс қарап ұйықтап қалған күйеуінің арқасынан қарап жатып, Ақлиманың ойына бірден түсіп кеткенде қуанып кетті. Қуанған сонша орнынан ұшып тұрды. Солай етсем болады. Ол үшін арада біраз уақыт өтсін. Осы қызды ыңылдатпай жетімдер үйіне өткізіп жіберу керек. Оған біраз уақыт қажет, дайындалу керек. Осы қыз құрыса, одан кейінгі өтпей кемпір де өлер, деп жас балаша мәз-мейрам болды. Құдайым-ау, не деп кетті маған? Не деп кетті мына көктемегірдің баласы? Шынымен менің Айбергенім бе? Анау жылан улап бітіпті ғой мұның жан дүниесін. Деп жүрегіне тікене қадалғандай болған қарт ананың қос жанары мұнша жастарға толып кетті. Түнімен құс жастықты құшақтап жылап шықты. Жылай-жылай жанары да суалып қалды ма, әйтеуір жастар шықпай қалды. Қанша жүрегі налаға толы болса да, ұлын жамандыққа қимайды. Бесік тербетіп отырып түніменен бір оймен оны ақтап алып, бір оймен қаралап қос сезінің арбауына түсіп шықты.
Мұның өзі ананың балаға деген өшпейтін ұлы махаббаты болса керек. Келінің соншалықты сыр жыландай ысылдаған біреу болып шыққанына қынжылды. Өзінің адамды дұрыс тани алмағанына жаны ауырды. Бірақ ұлы сөзбен мұның айтқан істеген адамдай болғанымен, ісімен анасын сыйлайтынын дәлелдей алмайтын еді. Ақлиманы болады десе де, болмайды десе де, алып келетін бесенеден белгілі еді. Сондықтан кімге өкпелерін біле алмауда. Тек өз баласының өзінің бір ауыз сөзі өтпегеніне қынжылды. Берісте жатқан несібелге қайта-қайта көз түсіп кетеді. Пысылдап ұйықтап жатқан періште нәрестеге қарап отырып, ботақаным-ау, сенің тағдырың Ақлиманың қолында қалып кетпесінші. Өлсем де сені бұған бермеймін, мұның жанына қалдырмаймын. Бұл сенің өлігіңді де құртады, өлігіңді де итке жем етеді мына қасиетсіз. Бұл әйелден барлығын күтуге болады, деді бесте сәби бірдеңе түсініп жатқандай. Дегенмен қартананың осы періштеден өзге ешкімі де жоқ еді. Ямың шағатын, жан дүниесіне аш шөкпен айтатын, ұлына деген наланы айтатын ешкімі де жоқ еді. Тіпті оны тыңдайтын жан қалмағандай. Анда-санда келетін қыздарына ештеңе айта алмайды. Өзінің көп ұзамай бұл фәниден кететінін ойлап, келіні мен қыздарының арасына от тастап кетуді жөн көрмейді. Сондықтан олар келсе ешқандай қынжылысын сездірмей күліп шығарып салады. Ал өзінің жан дүниесі зажылап, іші алай-дүлей болып жатады. Жан сарайына үңіліп, қайғысын тыңдар бір жан болмағаннан алайды. Бұрынғы Ғазияш келіні секілді сөйлесе сырласпақ түгілі, мына келіні бір дастарханда әлем бірге тамақ ішеді. Онда да көңіл күйі болмаған күні тіптен қартайған кемпірді дастарханға да шақырмайды. Осы күннен кейін қанша жаны ауырып, аяғы басуға жармай қалса да, Дәржан апа Ақлимаға бір ауыз сөз сөйлемейтін болды. Не керек болса да құртақандай сәбиге өзі қарайтын, өзі кірлерін жуып, өзі тазалайтын. Мұны да баласына көрсетпей істеді. Бірде анасының қартайғанда сәбидің жүргенін тазалап жүргенін көріп, өтірікте болса еркексініп Айберген Ақлимаға бірдеңе деген болса керек. Келіні содан кейін албастың заттарын тазалайтын болсаң, Айбергенге көрсетпей тазала, әйтпесе өзінше сөйлейді ғой еркектігі ұстап, деп айқай сала ұрысқан. Содан бері кемпір байғұс ұлына көрінбей тірлік істейтін болды. Осылай Дәржан апа өз үйінің тұтқынына айналды. Бір кездер өзі билеп өз төстеген үйдің өзі құлына айналды. Қарт кісінің тыйылғанын көрген сайын Ақлиманың тілі құлаш-құлаш болып кеткен еді. Күнде айтпайтын сөзі жоқ. Қит етсе қақпас екі албасты. Өлмеді де бұлар. Құдайды алатын адамдар білмейді деген секілді өмірінде жан баласы естімен сөздерді естіп жүретін болды. Бірақ не де болса өлгенше мына несібеліні өз аяғына тұрғызып жіберуге тырысып, тіс жарып ештеңе айтпайтын. Дәржан апа өзінің амандығын Құдайдан осы несібелі үшін тілейтін. Ғазияш келінің аруағының алдында кінәлі болып қалмау үшін, мына періште қыздың обалын арқалап кетпеу үшін соны тілейтін еді. Әйтпесе ол кісінің мына өмірден алар ешқандай қызығы да, рахаты да қалмаған. Тек өліп, өлігі далаға тасталмай жерленсе болғаны. Сол немересінің аяққа тұрып кетуімен өзінің өлігінің топырақ бетіне қалған емес, астына жасырылған ғана оның арманы. Одан өзге ешқандай өмірден күтер үміті қалмаған. Ақлиманың осы үйге келгеніне 6 айдан асты. Бұл 6 ай Дәржан апаның өмірінде ең ауыр кезең десе де болғандай. Бұл кезде несібелі 8 айлық болып қалған еді. Осы қызды иттің етіне жек көретін Ақлима сол жыласа ашуланып кететін. Өзінен өзі көйреңдеп ашуланып, үйдің астан кестеңі шығарады. Өйткені Айберген сол қызды десе өліп қалатын. Қазір өзінің аяғы ауырлағалы Айбергенді қызынан қатты қызғанып жүр. Егер өзі туса, Айберген ішіндегі енді туылатын баласына қарамай, осы жетімекке қарап кететінде көрінетінде тұратын. Оның бар ойын осы арамдық жаулап алған. Қалайда сол қыздан құтылудың амалын таппай дал болды. Болмаған соң, баяғыда ойлаған ойына қайта кіріскісі келді. Уақыт өткен сайын Айбергенді өз айтқанына көндіріп алған зымиян Ақлима бірде ол жұмыстан келгенде тырысып отырып алды. Түннің жарымында кезекшіліктен келген ол әйелінің қабағының қатулы күйін көріп дұрыс тамақтана алмады. Болмаған соң төсекке жатып қалған. Жанында жатқан әйелінің бір күлмегенін көріп оны құшақтаған ол «Бүгін не болды саған?» деп сұрады. Осы сұрақты күтіп жатқан Ақлима тағы ұрсып қалды апаммен. Үнемі шешеңмен деп қойып қалатын, ал бүгінгі сыпай болып қалғаныңда астарында бірдеңе жатыр. Тағы не болып қалды? Деді Айберген. Мен саған бірдеңе айтайын ба? Деп одан сайын оны айтатын жаңалығына дайындап алды. Иә, айт. Біз апам екеуміздің арамызда ұрыс-керістің барлығына ана қыздан шығады. Сол қыз болмағанда апам екеуміздің арамыз тәп-тәуір болатын еді. Мен негізі ол кісіні жақсы көремін. Тек сол қызға келгенде ұрсамыз қаламыз. Деп тағы да ойын ашық айтпай сырғыта берді. Енді не демекшісің? Деп Айберген жастықтан басын жұлып алды. Оны жетімдер үйіне алып барып тастау керек, деп ойын айтып салды. Сонда қалай? Мен әкесі бола тұра оны жетімдер үйіне өткіземін бе? Ойланып сөйлеп тұрсың ба? Деді. Оны өткізейік. Әйтпесе мен мына ішімдегі баланы алдырып тастаймын. Маған бәрібір. Қалай бер сол қызыңмен. Деп Ақлима қолдармен ішін ұрғылап, еңкілдеп жылап жіберді. Әлі келіншегінің көтерген естімен Айберген, сен не айттың деп қайта сұрады. Не істең сол?
Менің аяғым ауыр, маған біреудің баласы керек емес, өз балам жетеді. Егер ана несібелі осы үйде қалатын болса, мен бұл баланы тумаймын. Не қыламын балаларға ала көз салып? Сен менің баламмен ана қызың салыстырып отырасың. Екеуіне екі түрлі қарайсың. Сенің оныңды көргенше бұл баланы тумай-ақ қойғам жақсы. Мейлі, ұл бала болса бола берсін, деп ішіндегісінің ұл екенін ескертіп, өзінің әртістігіне салып еңкілдеп жылай берді. Ақлиманың көтергенін, оның ішіндегісі ұл бала екенін естіп қуанып кеткен Айбергеннің шындап басына айналғандай. Сен оны қашан білдің, жаным-ау? Көп уақыт болған жоқ, енді бір айлық. Егер қызды осы айдың ішінде құртпасаң, мен оны алдырып тастаймын да кетемін. Қала бер қызыңды құшақтап. Менен басқа біреу тауып аларсың. Бірақ сенің шешеңнің сөзіне көніп, ешкім де бұл жерде отыра алмайды. Ана қызыңа тіпті ешкім шыдамайды, деп бұртия өтірік қылымсыз жауап берген Ақлима іштей күлкісі келіп жатыр. Не істе дейсің маған, не істейін? Қалай әкесі бола тұра оны жетімдер үйіне өткізейін? Ел не дейді, бір қызды сыйдыра алмапты ғой демейді ме? Деп Айберген ойланып қалды. Не, ел айтады екен деп осылай қол қусырып отыра береміз бе? Ел жақсы болсаң да айтады, жаман болсаң да айтады. Қашаннан бері елдің дегенімен жүретін болғансың. Ертең өгеймен туған болып мына менің баламмен екеуі бет жыртысып жатса, сонда көремін елдің айтқанын. Бұдан да зор масқаралыққа көнесің сол кезде, деп оның оянған ойына май құя берді. Ақлиманың айтқандарына ойланған Айберген шынында да солай көрінді. Соның айтқан барлығы дұрыс секілді болды да тұрды. Оны қалай жетімдер үйіне өткіземіз? Апам не айтады екен? Ол тіптен қосылмайтын шығар бұл шешімге, деп ақыл қос дегендей Ақлимаға қарады. Оған айтып жату керек пе? Не қыламыз оған айтып? Одан да айтпай-ақ көзін құрта салайық. Апамды бір жаққа жіберейік. Не болмаса бірден ойлап табамыз ғой, деді. Оның бар сөзіне көнген Айберген іштей өзінің ұлды болатынына қуанып, жанында жатқан әйелін құшақтап сүйе берді. Арадан 3 күн өткенде Айберген мен Ақлима қызды Дәржан апаға білдірмей жетімдер үйіне алып барып тастауды ойластырып алды. Содан соң төсегінде орнында тұра алмай, аяғын қақсап жатқан Дәржан апаға келді. Келіні мен баласын бұл жатқан бөлмеге кірмегеніне қанша уақыт өтті. Тек келіні бүрісіп-түрісіп жүріп, бір нан мен қара көжен алып келіп тастап кеткені болмаса, бұл бөлмеде көп тұрақтамайтын. Бүгін екеуінің де жайбарақат кіріп, жанына отырған көріп, не қуанарын, не жыларын білмеді. Алдымен сөзді Ақлима бастады. Апау, балаңыз бүгін сізді көрші ауданда ыстық сумен емдейтін жерге жібермекші. Көп кісілердің аяғы сол жерден жазылып кетіп жатыр екен, деді көз ойнақтап. Емдейтін қалды, кетті ғой бәрі, деп күрсінген анасына Айбергенде тықықтап. Жоқ апа, барып келіңіз, мен өзім бара алмаймын. Мұнда жұмыс көп. Мына есен көршінің баласының көлігімен барып қайтыңыз. Мен ақшасын төлеп дайындап қойғамын, деді. Бұлардың неге сонша мейірбан болып кеткен түсінбесе де, өзінің аяғы тартпай барысы келмей тұрған. Бірақ екеуінің көңілдерін қимай амалсыз басын жастықтан көтерді. Әйтсе де жүрегі еріксіз дүрсілдеп бірдеңені сезгендей, жаны мазасызданып тұрды. Олынан көптен бері бір ауыз жылы сөз естіп көрмеген Дәржан апаның жүрегі бір жағынан елжіреп кетті. Сондықтан ба, әйтеуір көз алды жасаурап орнынан сүйретіліп тұра берді. Ұлының сүйемелдеуімен көлікке отырып жатқан Дәржан апаның құлағына шыңғыра жылаған несібелінің үні жетті. Оны естіп еріксіз жүрегі бір дір еткен апа арқасына бұрылып, өзіне қулана қарап тұрған келініне, қызға мен келгенше қарап қой шырағым, деді де өзі көлікке жайғаса берді. Жоталарды аралап зулап келе жатқан көлікте далаға көз салып отырған апа өзіне ауа жетпей қысылып бара жатқанын байқады. Қанша кең демалысы келіп терең күрсінгенімен ауа жетпей қақала берді. Көлікте отырған қияқ мұртты көршінің баласына: қарағым, үйге қарай жүрші, менің мазам қашып тұр. Ол жаққа барғанмен ыстық суға түсе алмасам керек. Бірақ ой көлігіңді, деді қинала сөйлеп. Өзің неге сонша көңіл алабұртып, мазасы қашып тұрған түсіне алатын емес. Бірақ құлағында өзі көлікке отырып жатқанда жылаған немересінің үні өшпеді. Бір жағынан соны ойлап, әйтеуір үйіне қайтты. Есік алдына келіп көліктен өзі қалт-құлт етіп түсті де үйге қарай аяңдады. Еске әрең жетіп тұтқадан ұстап, ішке еңбек болып жатыр еді. Келіннің киімдерін де құртайық өзімен бірге. Маған оның бір зат керек емес. Оның киімдері де үйге бәле шақырады. Шешесін жалмаған оның киімдері менің үйімде тұрмау керек, деді. Қойшы, соның киімдерін жинап жүресің бе? Одан да тезірек жетімдер үйіне апарып тапсырып тастайықшы, деп Айберген даусы жуандап. Кемпір келген кезде оның бір затын да таппай қалатын болсын. Қызы Ғазижастың туысқан інісі ме, ағасы ма, біреу алып кетті деймін мен. Сен де оны көрмеген боласың, деп жатыр. Ал кішкентай Несібелінің үні де шықпайды. Осының барлығы есік алдында тұрып естіген Дәржан апа неге сонша қобалжып жарты жолдан аяғы тартпай қайтып келгенін енді түсінгендей болды. Сол жетімек немересінің жанарында жас екен ғой, бұны жібермеген. Жаңа ғана ауырып тұрған ауруының барлығы ұмытылып кетті. Енді ол тек Несібел немересін ойлап тұр. О Құдайым, бұл не қылғаның тағы, деп жалма-жан ішке ұмтыла берді. Бұл тез, деп қызды қолына алып есікке қараған Ақлима енесін көріп: сіз кетпедіңіз бе, деді де тұрған жерінде қатты да қалды. Не істемексіңдер Несібеліні? Қалай? Қай қолмен өз балаңды жетімдер үйіне өткізбекшің? Оның көз жасы қайда?
Қайда, осының аласына қалып отырып бақытқа жетемін деп тұрсың ба? Жетесіз, сен не құдай атты? Ол сенің қызың ғой. Құдайым-ау, қандай тауқымет салдың басыма. Мен өсірген бал емес қой мынау. Тажал ғой, тас жүрек тажал ғой, адам емес. Жоқ, бермеймін қызды жетімдер үйіне. Мен өлгенше осы үйде жүреді. Мені қуана алып барып молаға көмген күні не істейсіңдер де істейсіңдер. Тек сол кезде өзімен ала кетпесем ғана. Бермеймін несібелімді, бермеймін, деп ұлының қолында тұрған немересіне қол соза берді. Шешесінің қолын қағып жіберген Айберген: бұл қыз не қыласыз? Ақлима екеуіңіздің араңызға тау қылып, сонда да алып барып тастайық жетімдер үйіне. Өз туат жақында, соған қарап қарқ қылсаңыз да жетеді. Несібеліні жетімдер үйіне беремін. Ол сіздің емес, менің қызым. Не істесем де өзім білемін. Тартыңыз қолыңызды. Ендігі туылатын немерелеріңізге қарасаңыз да жетеді. Енді қанша өмір сүремін деп отырсыз, деді. Жоқ, ол сенің қызың емес, менің немерем. Өсем көрме, осы қызды бірге алып кетемін. Бірақ сендердің қорлықтарыңа қойып қоймаймын, тастамаймын, деп көзілеспес жылдамдықпен ұлының қолынан несібеліні жұлып алды. Апа, ол қыз не қыласыз? Мен сен өлген күні оны құртамын мына үйден. Айтпа деме, сөз беремін. Мен оның көзін бұл үйден құртамын, деп ашудан дір-дір еткен Айберген естен шығып кетті. Ал ана мен бала арасына өзі салған оттың алауына қызға қарап тұрған Ақлима: ол қызды сіз өлмей жатып ақ, мен жетімдер үйіне алып барып тастаймын. Көресіз осыдан, деді де есікті тас жауып далаға қарай шығып кетті. Құдайдан ғана маған көмектескіш болып қалды десем, сен екенсің ғой солардың көзін құртып, нандарын тартып жеп жатқан сорлы жетімегім, деп немересін құшақтап босаға отыра кетті. Әлсіреген апа қанша дәрменсіз болса да, сүйретіліп жылжып отырып ұйықтап жатқан немересін бесігіне бөледі де өзі сол бесіктің жанына жантайды. Жан дүниесі баласына деген налаға толы болған Дәржан апа: енді өлсем де сен жалғыз қалдырмаймын, боташым менің, деп көзіне келген жастарды сүрте берді. Бірақ моншақтап тамған жастар тыйылатын емес. Бейне көлге айналып кеткендей тамшылап жатыр. Жылап жатып көзініп кеткен екен. Бір кезде қолынан әлдекімнің тартып кеткеннен Дәржан апа оянып кетті. Көзін ашып еді, көзі қызарып, аузы арақ сасып тұрған Айберген өзін сүйреп барады екен. Қазір сен қақпасты қамап қойып, құртаман ана қыздың көзін, деп аузын толтырып боқтап қояды. Араққа сылқия тойып алған ұлына дәл қазір не айтса да ұғындырып алмасын білген Дәржан апа жан ауырып денесі сырылдап қара жерді жалап бара жатса да ләм-мим деп аузын ашпады. Анадайда күйеуінің есерсоқ қылығына сүйсіне қарап тұрған Ақлиманың аузынан бір ауыз сөз шықпады. Тек кірпігін бір қақпай қарап тұрды. Анасын сүйрелеген Айберген оны алып келіп үй артында жертөлеге итеріп жіберді де: жат осының ішіне, мен несібеліні құртып келгенше шыға алмайсың, деп айқай салды да сыртына жауып кілттеп тастады. Балам, деп даусы қарлығып барып үнсіз қалған Дәржан апа әлсіреп кетті. Тас қараңғы жертөленің ішіне маңдайымен түскен қарт апаның ыңырсыған дауысы ғана шықты. Басын сипап көріп еді, қолы жылшы қанға малынды. Басың жарылған сонда байқаған апа немересінен айырылатын сезіп орнынан тұруға ұмтылды. Басын жерден көтерсе де қимылдай алатын емес. Тіпті қайда баратынын да білмейді. Өйткені мына тастай қараңғы жертөленің ішіне әлі көзі үйрене қоймаған еді. Сәл өтіріп жан-жақты болжап көретіндей болған соң жылтырап әлсіз жарық көрініп тұрған есікті байқады. Шуға талпынып әлсіз болса да дауыстап: кім бар? Көмектесіңдерші, деп айқайлай берді деген аты ғана. Өйткені өзі ауру, қарт ананың дауысы өзінің айналасынан алысқа бармауды еді. Мастықпен өз анасын аямаған Айберген мешеп тұрған Ақлимаға қарап: ал қолың ана қызды, құртайын, сенің көзіңнің құрты болып жүрген сол болса, апамды қайтып келген соң шығарып аламыз, деп үлкен жұмыс тындыруға кетіп бара жатқандай сыртқа жүрді. Өз араққа тойып алған, қайдамысын осы кезде өзінің бағын өз үйінен алып кетіп бара жатқанын, оның ашуланғаны да, енесінің жертөледе жатқанына да мән бермеген Ақлима қыздан құтылатынына қуанып оны көтеріп алып күйеуінің ізінен томпаңдап кетіп бара жатты. Екеуі көшеге шықты. Анадайда тізіліп тұрған ауылдың көп көліктеріне мінбестен бөтен бейтаныс бір көлікті тоқтатып мініп кетті. Бұлардың бұл қылығына ауыл тәсістер таңдана қарап қалған еді. Ал Айберген мен Ақлима үшін өздерінің жетім қызы қайда алып барғандарын олардың білмей-ақ қойғанын қызықтырды. Сондықтан олар көлденең келген бейтаныс көлікке мінген еді. Жетімдер үйінің алдына келген соң Айберген мен Ақлима бір-біріне қарап тұрып қалды. Сәлден соң Ақлима: жүр кеттік, тезірек тастап кетейікші, деді де ішке кіріп кетті. Екеуі несібеліні көтеріп кіргенде есік алдында тұрған қыз: не жұмыспен келіп едіңіздер, деп сұрады. Ақлиманың көздері жаутаң қағып: біз мына қыз өткізейік деп едік, деді. Онда мекеме төрайымы Маржан толқыныңызына жолығасыздар. Сәл күте тұрыңыздар, ол кісінің алдында адам бар, деді. Сонымен екеуі де сылқ түсіп анадайда тұрған орындықтарға отыра кетті. Осы кезде жаңа ғана өздері кірген есіктен бір әйел мен бір кісі кірді. Екеуі ерлі-зайыптылар секілді қолтықтасып алыпты. Оларды да жаңа қыз күтіп алып не жұмыспен келгендерін сұрады.
Сонда еркегі: қарындас, біз қыз асырап алуға келіп едік, 3 ұлымыз бар, тек қыз бала асырап алайын деп едік, деп түсіндіре алмай қобалжып кетті. Оған да жауапты жаңағыдай етіп айтты да Айберген мен Нақлиманың жанына отырғызып қойды. Біразға дейін үнсіз отырған бейтаныс әйел күйеуінің иығына қойған басын көтеріп Ақлимаға: сіздер де бала асырап алуға келдіңіздер ме деп сұрады. Тосынан қойылған сұраққа жауап таба деп қалған Ақлима сөйлемін дегенше көзі ашылып жұмып отырған Айберген: жоқ, біз қызымызды осы жетімдер үйіне тастап кетуге келдік деді. Таңғалған әйел: не үшін? Өз қыздарыңызды неге тастап кетпекшісіздер? Әлде мүгедек пе? Мүгедек болса бұл жерге емес қалалық мамандандырылған емдейтін балалар үйіне алып бармайсыздар ма деді. Жоқ, деді Айберген тамағын бір кенеп алып. Бұл менің өзімнің қызым, еш жер кеміс емес, сап сау. Тек бірінші әйелім осы қызымды босанып жатып қайтыс болып кетті де мен екінші әйелге үйленіп едім. Екеуміздің арамызға осы қыз-ақ бәле болды. Шешемен де осы қыз үшін әйелім ұрсып қала береді. Одан да шаңырағым шайқалтудан сақтап қалу үшін келіп отырмын деп салмақты жандардай сөйлеп кетті. Осыны тыңдап болған соң бейтаныс әйел Ақлиманың қолынан несібелін алып көтеріп ары-бері ерсілі-қарсылы біраз жүрді. Содан соң күйеуін ертіп екеуі орындарынан тұрып сыртқа шығып кетті. Біраздан соң қайта кіріп Айберген мен Ақлимаға еркегі: біз сіздердің қыздарыңды асырап алсақ қалай қарайсыздар? Тек шынымен өз қызыңыз ба, соны дәлелдеңіз деді. Қалтасына бағана ашуланып жүріп салып алған несібелінің туылуы туралы куәлігін алып, оған қоса өзінің жеке куәлігін де алған Айберген: міне, сенбесең мен өзімнің қызым, міне менің тегімде, деді. Қолына екі құжатты алып ұзақ қарап тұрған еркек: қанша сұрасаңыздар да беремін. Тек қызды емханада тексеруден өткізіп, дәрігерлердің денсаулығы жақсы деген қағаздарын алғанша бірге жүрсеңіздер болды. Олар қыздың денсаулығын дұрыс деп тапса, мен сіздерге сұраған ақшаларыңызды беремін, деді. Көздері алақтап ақшаны айтқанда орнынан тұрып кеткен Айберген: жарайды, онда мұнда келіп қалдық, не қыламыз? Бізге де қызымыздың жетімсіреп жүргені оңай емес. Тек мәжбүр болғандықтан осыған барып отырмыз, деп еркекті қасиетінен айырылған адамдай сумаңдап кетті. Осыған дейін үнсіз отырған Ақлима да ақшаны естіп өзгере салды. шынымен ақша беріп аласыздар ма? Деп сенбеген адамдай қайта сұрады. Ақша десе жандарын сатуға даяр тұрған әке-шешесі бар нәрестені аяп кеткен еркісі: иә, сұрағандарың беремін, деп қызды қолына ала берді. Барлық тексерулерден денсаулығы жарамды деп шыққан соң Айберген мен Ақлимаға асырап алушы еркек: ешқашан бұл қыз ізіне іздеп келмейсіңдер, маған бүкіл құжаттарын бересіздер. Біз қызды таныстарымыз арқылы асырап аламыз. Қазір қолхат жазамыз, сіздер де біздер де. Сіздер қызды сұрамаймыз, асыруға мәңгілік береміз деп, біз өз перзентімізге жақсысына да жаманына көнеміз, барлық өмірден бірге боламыз деп қолхат жазамыз. Ол қолхатты төртеумізден өзге жан баласы білмеуі тиіс. Осыған көнесіздер ме деді. Басын шұлғып тұрған Айбергенге жақтырмай бір қараған Ақлима: сонда ақшаны қашан бересіңдер деді. Оны қазір арызды жазып болған соң береміз деді. Осылай келіскен соң қолхат жазып бүкіл несібелінің құжатын бейтаныс жандарға тапсырды. Ең соңында Айберген ақша жайлы әңгіме болған кезде асырап алушы адам айтқан сомадан 2 есе көп ақша сұрады. Өздерінің қызы болғандарына қуанған еркек пен әйелден еш жоқ. Әйел байғұс: берші, қанша сұраса да бере салшы, дей берді. Ақшаны қолына санап алды. Асырап алушылар отырған кафеден талтаңдап Айберген мен Ақлима шығып бара жатқанда, өз әкесінің қолына сатылып кеткен періште нәрестенің шыңғыра жылаған дауысы шығып жатыр еді. Ол анасынан туыласыла айырылғаны жетпегендей, өз әкесінің қолына сауда түсіп кеткенде қынжылғандай тым ащы дауыспен ышқына жылап жатты. Ал өзінің бағын зорға біткен ақшаға айырбастап кеткенін ұқпаған екеуі бұрылып қарамастан кетіп қалды. Ақшаның буымен екеуінің де көздері күлімдеп, ауылға қарай дайын көлікпен құстай ұшты. бір жылда тырнақтап жинаса да, әрең табатын ақшаны бір-ақ күнде тапқандарына мәз болған екеуінің қуанышында шек жоқ. Үйге келе жатыр. Ал Дәржан апаның жертөледе жатқанына 4-5 сағат болды. Осы кезге дейін айқайлап шаршаған ол кісінің енді сөйлеуге дәлі қалмаған. Тек анда-санда ыңырсыған үні ғана естіліп қояды. Осылай отырғанда әлдекімнің аяқ тықыры естілді. Жүріп келе жатқан адамның дыбысы осы жертөленің жанына дейін келді. Осы сәтте соңғы қалған бар күшін жинаған апа: кім бар? Ашыңдаршы есікті, деп жертөленің есігін ұрғылай берді. Айбергендердің көршісі есен көршісінен қарызын сұрауға келе жатқан еді. Екі үйдің арасын бөліп тұратын қорған болғанымен бір есік болушы еді. Көше жақтан келмей бұлар бір-бірінің үйіне осы еспен барып келіп тұратын. Бүгінде есен осы есіктен кіріп жертөлені айналып өтіп бара жатқан болатын. Іштен шыққан дауысты естіп таңданып тұрып қалып: мынау кім тағы? Деп белгісіз жан тынымсыз ұрғылап жатқан жертөленің есігіне келді. Осы кезде Дәржан апаның дауысын естіп: о құдайым, Дәржан апа, сіз бе? Деді. Мына дауысты естіген апа аш деген сөзді ғана әрең айтты. Жалма-жан есікті ашуға тырысқан есен құлыпты есік алдында жатқан темірмен ұрып қиратты. Бұл ашқанда басынан көп қан кетіп әлсіреп қалған апаның тек құр сүлдері ғана қалған еді. Қанға малынған оны көріп жүрегі ұшқан көрші көтеріп үйге алып келген еді. Есікті Айбергендер құлыптап кетіпті. Сосын үйде ешкімнің жоғын білген соң өзінің үйіне алып келді.
Әйеліне апаның маңдайын таңдырып шай бергізді. Ыстық шай ішіп өзіне келген апа жарылған басының қаны тоқтамай тұрғанына қарамастан: айналайын Есенжан, жүр қалаға барайық, сорлатты ғой мына жалғыз бала, көрмегенімді осы баламен келіннен көретін болдым, деп етегінен көзін сүртіп жылап жіберді. Бағанадан бері өзіне келе алмаған апаға сөйлей алмай отырған көрші: апа, не болды, тыныштық па? Кім сізді сонда қамап кеткен? Кім болатын еді? Кім? Өзім туған, өзім өмірге алып келген балам. Жалғыз бақсаң жалмауыз болады деген елдің сөзі рас екен. Жалмауыз болды ғой бұл бала. Ғазизаштан қалған қызды жетімдер үйіне алып кетті ғой. Несібелімді алып кетті. Мен соған қарсы болып едім, сол үшін жертөлеге қамап кетті ғой. Қартайғанда көретін сенетін бар рахатым осы екен ғой. Ешкімнің басына бермесін, деп еңкілдеп жылап алған апа: айналайын, көлігіңді айда, қалаға барайық. Мен ол қызды өлсем де жетімдер үйіне бермеймін. Жүр, алып келейік. Олар әлдеқашан алып барып беріп қайтқан шығар. Жүре ғой, барып алып келейік. Құдайым, маған жетесіз, ессіз, ойсыз бала берді ғой. Өз қызын, өзінің туған қызын жетімдер үйіне жіберген қандай адамды көрдіңдер? Тас жүрек неме, деп күйінген ана орнынан сүйретіліп тұра берді. Қарт кемпірдің әлі қалмай құлауға шақ қалып тұрған көрген Есен: апа, мен өзім жетімдер үйіне барып қайтайын да, сіз үйде отыра тұрыңыз, шаршадыңыз ғой. Келіңіз, дәрігер шақыртсын дей беріп еді. Балам, дәрігер мені қорғап қалады дейсің бе? Өз баламның жаны ашымағанда мен кімге керекпін? Өлсем өлейін, тек ана жетмекті біреуге, есі бар адамның баласына тапсырып кетейін. Мына екі аяқты малдардың қолына қалса, ертең-ақ өлтіре салады, деп көлікке барып жайғаса берді. Дәржан апа мен көршісі жетімдер үйіне келгенде кеште батуға таяп қалған болатын. Есік алдында отырған қыз Дәржан апаның уайым мен көз жасы маңдайына аққан қаны араласып кеткен жүзіне қарап: апа, не жұмыспен келдіңіз? Сізге не болған? Деп сұрады. айналайын қызым, мен бір жетмекті іздеп келдім. Осы бүгін сендерге бір қыз тастап кетпеді ме? Деп келімен ұлының жүзін суреттеп берді. Бағана ғана өзінің көз алдында болған оқиғаны көріп, жүрегі езіліп, ойланып отырған қыз бірден бар көргенін айтып берді. Қыздарын сатып кеткенден айтқанда, маңдайын ұстап тұрып қалған Дәржан апа: сол ақша бұйырмағырлар, қай беттерімен санап алды екен, қай беттерімен. Оқу, тағдыр, тағы нең бар еді көрсетпеген? Нең қалды? Мына қумаңдайға тағы не жазған едің? Көрсет, бәрін маған бер, тек Несібеліме, менің ботақаныма тиіспеші, деп қолымен маңдайын ұрғылап жылап алды. Содан соң: олар дегенді қайдан тапсам болады қызым? Өзің бір есті қыз екенсің, көмектесші қалқам, ол менің немерем еді, немерем, деп тағы да орамалының ұшымен көзіне келіп қалған жасы ысыра берді. Етегі жасқа толған қартынан аяған қыз олардың мекен-жайын іздестірді. Арадан 1 сағат өткенде барып, Несібелін асырап алғандардың мекен-жайы табылды. Ол кезде күн ұясына батып та кеткен болатын. Табылғанына қуанған апа сол жаққа қарай көршісінің көлігімен құстай ұшты. Кеш батқанда келген белгісіз қонақтарды көріп, ойланып қалған әйел Дәржан апаның түрінен қорқып кетті ме? Әйтеуір көздері алақандай болып: сіздерге кім керек? Деді. Осы кезде іштен Несібелің шыңғыра жылаған дауысын естіді. Жаным, балапаным, деп сөйлеген апа естің тұтқасын ұстап тұрған әйел итеріп жіберіп, жүгіріп барып, әп-әдемі желбесте жатқан немересін қолына алды. Ботам-ау, балапаным-ау, жылама, мен келдім жаныңа. Келдім мен, деп нәрестені сүйе берді. Өзіне таныс иісті иіскеп мауқы басылғандай, сәбидің де жылаған үні тыйыла қойды. Бұл кезде үйдің әйелі мен еркегі Дәржан апаның жанына келіп, естергеп тұрып қалған болатын. Сіз кімсіз? Деді еркек дауыс ашулы кейіппен Дәржан апаға қарап. Балам, мен мына бөбектің әжесімін дей береді. Аузына одан сөз басқа түсетін емес. Сіздің кім екеніңізді танымаймыз. Біз бұл қызды өзінің әке-шешесіне алғанбыз. Тіпті керек десеңіз қажетті адамдарға жолығып та қойып едік. Ертең бір күні құжатта дайын болып қалады. Сізге бөбек дейтіндей бұл жерде ештеңе де жоқ. Шығыңыз үйден. Бұл енді біздің қызымыз. Тіпті керек десеңіз ақысына төлеп қойғанбыз. Жоқ, айналайын, мен қума, бермеймін. Бұл қыз менің немерем. Мені қамап, қорлап, қолымнан тартып алып кетті. Қарашы мына маңдайыма, қарашы мына түріме, деп ана байғұс жарылған маңдайында дәкен алып тастады. Әлі қата қоймаған жарықтан қайтадан қан саулай жөнелді. Ол менің қызым, шығыңыз үйден, деп әлгі әйел ашудан дір-дір етеді. Бейтаныс кейуана үйлеріне шығарылмаған соң екеуі күштемек болып сүйрейін деп жатыр еді. Дәржан апаға еріп келген Есен: ол шында осы кісінің немересі. Керек десеңіз сот болмақ түгілі неге барсаңыздар да барлығымыз дәлелдейміз. Тіпті жаңа ғана шыңғырған сәбидің апаның көз жылауын қоя салған көрмедіңіз бе? Содан-ақ шындық екеніне сену болады ғой. Беріңдер немересін. Етегі толып жылаған қарт ананың қарғысын алып, ешқандай жақсылыққа жете алмайсыздар, деді. Айналайындар-ай, берсеңдерші немеремді. Өтінемін сендерден, ең болмаса шашымның ағын сыласаңдаршы. Өздерің туған бала емес. Өтінемін, беріңдерші немеремді. Көп қой өмірде жетім болып қалған сәбилер. Солардан асырап ала саласыңдар ғой. Тек мен немеремді емес, басқасын алыңдаршы. Өзіме қайтарыңдаршы немеремді, деп екеуінің аяғына Дәржан апа жығылып жылай берді. Аппақ шашы, жер сыпырған қартананың көзіне моншақтап төгілген жастар
Әрбір айтқан сөздер мен зар ерлі-зайыптардың жүрегінде жібіткендей. Ер әйелінің иығынан құшақтап, «Жаным», деді де басын изеді. Мұнысы енді бере салайық деген ишара еді. Қолында тұрған несібеліні Дәржан апаға әйел ұсына берді. «Жаным, ботам менің», деп немересін бауырына басқан қарт ананың жүзінде қуаныш сәуле шашады. Ол қуанышы әжімге толы қатпар-қатпар бетінің әрең байқалып тұр. Немересін көтеріп алды да есікке беттей берді. Тұтқаға қолын созып тұрып арқасына бұрылған қарт апа қайта келіп, ерлі-зайыптылардың маңдайынан өз баласына иіскеп, «Қарақтарым, бақытты болыңдар, Алла сендерге де өз шапағатын шашсын», деп бетін сипады. Оған қосыла барлығы да қос қолдарын бетіне алып барды. Көзіне жас толып тұрған келіншектің де ризашылық кейіппен жүзіне күлкі үйірілгендей болды. Немересіне өбектеген апа Есенге қарап, «Құдайлық көршіден деген балам, қайыр қылсаң бүтін қыл. Мені Зәуре қызымның үйіне жеткізіп сал», деді. «Апа, өзіңіз не ойламайсыз? Түріңізден түр қалмаған. Әппақ қудай болып тұрсыз. Немереңізді алдыңыз ғой. Енді дәрігерге барайық», деді. «Жоқ жаным, дәрігер құрсын. Мына қызды Зәуренің қолына тапсырайын, содан кейін көрермін. Тағы бірден айтсам бола ма саған?» деді апа даусы бәсеңсей. «Я, айта беріңіз», деген көршісіне қарт ана. «Бұл көргеннің бәрін ұмытшы. Ешкімге тіс жарып айтпашы. Ана артымда қалған жалғыз баламның жүзінің ел алдында төмен болғанын қаламаймын. Мен өсіріп тәрбиелеген баланың осындай болған елдің естігенін қаламаймын. Мені сыйласаң, көргендерін тісіңнен шығармашы. Келінге де ескертерсің», деп ары қарай айта алмай дірілдеп өксігіне тұншығып үнсіз жылады. Перзенті үшін отқа да түсуге даяр болып, өзін сонша қорласа да елдің алдында ұлының абыройын ойлап отырған күйеу ананың аналық қасиетіне таң қалды. Осындай аяулы ананың қадіріне жете алмай отырған көршісінің бетіне түкіргісі келіп кетті. Әттең, барып елдің алдында масқарасына шығарғысы келіп тұр. Бірақ ананың ақтық сөзін жерге тастағысы келмеді. «Апа, маған салсаңыз сол балаңызды өлтіріп тастар едім. Шетесіз, қаттың дегеніне шыға алмайтын сорлы», деді кіжініп. «Олай демейсің жан. Кімде болса ішіме шыққан шұбар жылан ғой. Не дейін енді бір миы жоқ болса. Әйтеуір сол үйдің түтін түтіп отырса болғаны. Жаралы жүрегіме тұз сеппеші», деп терең күрсінді. Сонда барып дұрыс емес сөйлеп қойған сезген Есен, «Болды апа, не айтсаңыз сол», деді. Осылай 3 сағаттай жүріп Зәуренің үйіне жетті. Жол бойы ыңырсып мазасынған немересін өбектемен болған апа Зәуренің есігінің алдына түннің ортасына түсіп қалып, Есенді үйіне қайтарып жіберді. «Үйінде ме жоқ па? Біліпсізді кіріп кетейін де», деп еді оған қарт ана. «Қой, сенің үйінде де жолын қарап отырған бала-шағаң бар. Тек менің сөздерімді есіңнен шығармашы. Ақылды бала едің ғой. Сол жүгірмекке бас-көз болып айналайын. Саған тапсырдым», деп қала берді. Шырт ұйқыда жатқан Зәуре есікті біреудің ұрғылағанына шошып оянды. Тұрайын десе қорқып жатыр. Кетіп қалар деп біразға дейін күтіп еді. Есі тұрған адамның кететін түрі жоқ. Содан соң амалсыз жанында қорлыға басып жатқан күйеуі Жақыпты түртті. «Жақып, тұршы», деп түрткілегенде әрең оянған ол, «Не болып қалды?» деді. «Сыртқы есікті бағанадан бері бір ұрғылап жатыр. Кететін шығар деп үнсіз жатыр едім. Кетпейін деді. Тыңдашы», дегенде дем алмай тыншып қалған Жақып та есік тұрған дауысты естіп сыртқа беттеді. Оған еріп Зәуре де далаға шықты. Даланың жарығын жағып темір дарбазаның алдына келген Жақып, «Бұл кім?» деді. «Жақып жан, мен ғой апаң», деп даусы дірілдеген Дәржан апа әрең сөйледі. Анасының дауысын естіп танып жүрегі ұшып жеткен Зәуре, «Апау, тыныштық па?» деп есікті асығыс аша берді. Дарбаз ашылғанда аяғында әрең әлсіреп тұрған Дәржан апа немересінің қызының қолына ұсынып, өзі де соған сүйене берді. «Апау, сізге не болған? Құдайым-ау, Жақып», деп абдыраған Зәуренің жанары жасқа тола берді. Қызының қолынан қысқан Дәржан апа, «Су, жаным, су», деді. Жүгіріп барып анасының аузына тоңазытқышта тұрған айран тосқан Зәуре, «Апау, не болған сізге? Басыңызға не болған? Қанап тұр ғой», деп қанды көріп одан сайын шоши берді. Ешқандай сұраққа жауап бермеген Дәржан апа сүйретіліп үйге кірген бойы төсекке құлады. Ыстығы көтеріліп жатқан анасының жанынан шықпай Зәуре үстіне көрпе жауып шарақатын таңып жүр. Әп-сәттің ішінде түн ұйқылары бұзылған үй ішіндегілер әбігерге түсіп қалды. Зәуре несібелін үйге кіргізіп, үлкен қызын тұрғызып, соған сәбиді тамақтандыруды тапсырып, өз анасының жанына 10 барып 10 келді. Түні бойы кірпік ілмей анасының басына таңды кірпік ілмей атырды. Таңертең өзіне келгендей болған Дәржан апа ыстық сүт ішті. Содан соң кішкене терлеп сөйлей бастады. Анасының беті бері қараған көріп көңілі тынышталайын деген Зәуре, «Не болды өзі? Айтыңызшы, не болды? Түн ішінде жүргеніңіз не? Балаңыз бен келініңіз қуып жүргеніне сол өзі? Мына түріңізге қарап адам шошиды ғой, байғұс анашым-ау», деп анасына сұрақты жаудыра берді. Қуды ғой, қуды. Мені қойшы, өлтірсе де риза болар едім. Ана жетім қызды құртпақ болды ғой олар. Қызым, мына қағуға басым не көрмеді дерсің.
деп ана байғұс мұң шағар жанның алдына еңкілдеп жылап алды. Анасының жүдеп, тіптен түр қалмаған жүзін көріп, оның жанарында жасты көріп Зәуренің де көз алды тұманданып, жасаурай берді. Жылап алып қайта сөйлеген Дәржан апа: ана бала емес, бәле болды. Есінен айыртты қатын оны. Олар мені жертөлеге қамап, өздері несібелін жетімдер үйіне алып кетті. Бермеуге тырысып жүгіргенім үшін ана жүгірмек ішіп келіп қамап тастап, қатын мен қызды алып қалаға кетті. Содан несібелін біреуге сатып келіпті. Иә, баласыз бедеу біреулерге ақшаға тастап кетіпті деп өксігін баса алмаған апа қайта жылап алды. Содан соң сөзін қайта жалғап, содан мені жертөледен есен шығарып алып, тұра сала соған жабысып қалаға баруды өтіндім. Әйтеуір несібелін асырауға берген адамдарды тауып жылап-сықтап, аяғына жығылып, еңіреп жүріп немеремді қайтарып алдым. Өз қызын сатып жіберіпті ғой ақымақ. Сол ақша бір бақ болып қонатындай басына. Ақымақ бала бағыппын ғой осы кезге дейін. Иесіз адам емес, айуан бағыппын ғой мен. Өз сәбиін саудалаған әкені қайдан көрдің? Айтшы, қайдан? Өз балаң түгілі біреудің баласына қастық қылғың келмейді. Ол өз қызын ақшаға сатып келіпті ғой. Алған адамдар иман жүзді жандар екен. Менің көз жасымды көріп қайтып берді. Өз баламнан көрмеген ардақтылықты солардан көрдім жаным. Несін айта берейін? Сорлы жетіме қызың тағдырын оларға тапсырғанша, өлсем де саған жеті, саған беріп өлейін деп тырысып бақтым қызым. Қайтейін? Тасмаңдайма бір тағдыр бір баланы да ессіз қылып берсе кімге айтайын? Кімге? Өз қайғым өзімнің ішінде кетеді. Әйтеуір аман болсын. Әкеңнің түтіні сөніп жоқ болып кетпесе болғаны, деп әлсіреген қартана талысып кетті. Анасының өңі ағарып, көз жұмылып кеткен көріп қорқып кеткен Зәуренің көздері бақырайып кетті. Апау, апау, көзіңді аш апау, Жақып су алып кел, су, деп анасын сілкілей бастады. Күйеу баласы алып келген суды бетіне шашқанда барып қайта есін жиған ана: Ғазизаштың қызын саған тапсырдым қызым, саған сол аманат. Ертең мені о дүниеде сенен ғана сұраймын. Ол қыз ана сұр жыланның қолына беріп қорлап қойма. Өз балаң ішіп жемесе жемесін. Осы жетімектің көңіліне қараңдар. Көңіліне қараңдар. Менің өлігімді өзің жерлерсің. Мал сойып ел шақырмасаңдар да, бетімді топырақпен өздерің жабарсыңдар. Соның өзі мен үшін мәртебе. Ана иттің баласына бермеңдер. Оған өлігімді де қимаймын. Қимаймын деп күйеу баласы мен қызына кезек қараған ананың көздері жұмылып бара жатты. Бұл кірпіктердің айқасуы мәңгілікке еді. Осын сезген Зәуре: жоқ апа, тастап кетпеші мені. Жоқ апатай, олай етпеші, деп шыңғырып жылап айқайлап жіберді. Бұлар көздері жасқа толып жылап жатқанда, немере үшін өлімге бас тіккен апаның денесі мұздап, ғазиз жаны рух болып ұшып та кеткен еді. Мұздап қалған денені құшақтап ұзақ жоқтаған Зәуре: ақымақ, бала болмай өмірім қатқыр, өз араңды қаңғытып өлтірген ақымақ, сендей бауырдан кештім, деп алыстағы інісінің өміріне лағнет айтып жатты. Несібеліні сатып үйлеріне келген Айберген мен Ақрима жертөледен Дәржан апаны іздеп таба алмады. Содан екеуінің де жүректері ұшып, ауылды шарқ ұрып апаны іздеді. Ауылдағылардың барлығынан сұрап шықты. Ол кісіні көрген бір адам болмады. Есен де тіс жарып ештеңе айтпады. Осылай таңертең қайта іздемек болып отырғанда, Зәуренің үйінен Дәржан апаның дүниеден өткен жайлы хабар келді. Мұнан естіп, Айберген мен Ақрима ештеңе түсіне алатын емес. Тегенде ескіргенде болған Айберген: қалай, не үшін? Деп басын қыса ұстап отырып қалды. Күйеуінің қайғырып отырғанын көрген Ақрима: өзі өлетін шағы келетін еді ғой, несіне сонша қайғырып отырсың? Жүр, одан да барайық, деп жүруге жиналды. Айберген қалай анасының ол жаққа барған біле алмай жол бойы осыны ойлап дал болды. Әпкесінің үйіне барғанда Зәуре құшақтамақ болып келген інісінің қолын қағып жіберіп жылаған күйі жоқтау айтып отырған жерінен тұрып кетіп қалды. Әпкесінің қылығынан одан сайын қорыққан Айберген анасын өзі өлтіріп қойғандай сезінді. Әпкесі кіріп кеткен бөлмеге барып еді. Зәуре өксігін баса алмай отырген. Ізінен кірген інісін көріп: неге келдің ақымақ? Өле салмадың ба сол қызыңды сатқан ақшаға көміліп? Неге келдің? Қай бетіңмен келдің? Өз анаңды қорлап қаңғыртып өлтіргенде не пайда таптың? Бала деген аттан садаға кеткір. Өз қызыңды ақшаға сатқанда не ұшпаққа шықтың? Не ұшпаққа? Көргім келмейді сені, көргім келмейді. Апамның табыты үйден шыққан соң сен де кет. Қайтып менің табалдырығымды аттау шума. Сен әлі аруақ атады. Ғазизаштың қызын, өз қызыңды жылатқан үшін, сорлы анаңды қаңғыртып жіберген үшін сен аруақтың қаһарына ұшырайсың. Сен анаңның наласын алдың. Енді ешқашан бақытқа жетпейсің. Қызыңды іздеме. Оны ана маған тапсыр. Мен өсірем, мен жеткізем. Бар сол қатыныңмен құры. Қайтып менің босағамды аттама. Елден ұялғаннан қуып шықпай отырмын. Әйтпесе сенің жаназаға келуге де, анаңның табытына да қол тигізуге де қақың жоқ еді, деп бетін басқан күйі шығып кетті. Анасының өлігін Дәржан апаның өзі айтқанда ешкім шақырмай емес, Зәуре барын салып арулап жерледі. Алыстағы әпкесінен көмек алып, күйеуінің туысқандарынан ақша жинап, әйтеуір анасының атына кір келмейтіндей етіп жаназасын шығарды. Бірақ біраз ақша алып келген інісінің бергенін бетіне лақтырды. Бұл арам ақшаның маған керегі жоқ. Өз еңбегіңмен табылған дүние емес қой бұл. Бұл сенің қызың саудалап, сатып алып келіп отырсың ғой. Керегі жоқ.
арамақша араластырмаймын деп алмай қойды. Міне осы оқиғадан кейін Зәуре інісінің үйіне аттап қадам баспады. Анасының барлық асын өзі өткізді. Ізіндегі жалғыз бауырынан араласпау қаншалықты ауыр болса да кешіре алмады. Анасын қорлаған үшін, оған қол көтеріп сонша азаптаған үшін кешіре алмады. Арадан жылдар өтсе де інісін бір іздемеді, тіпті қайтып көргенде жоқ. Несібелдің сатқан ақшамен біраз шалқы өмір сүргісі келіп еді, бірақ ақша бергендер келіп толық тауып берулерін сұрады. Егер тауып бермесе, полицияға шағым жазатындарын айтып қорқытты. Бопсалаудан қорыққан екеуі ақшаны түгендеп берді. Дәшан апам мен Несібелі мына үйден кетсе, жері кейінгі өмірі күшті болып кететіндей көрінетін Ақлимаға сол армандарына жеткеннен кейін өзі ойлағандай шалқып бақытты өмір сүре алған жоқ. Анасынан айырылғанда барып, Дәшан апаның қадірін ұққан Айберген Ақлиманы қазір мүлдем құрметтемейді. Араққа салынып, қуарақтың құлы болып екеуі күнде ит пен мысықтай ырылдасы өмір сүріп келеді. Сөйтіп жүріп Ақлима перзентханаға түсіп, операция арқылы босанды. Арадан көп өтпей өмірге келген ұл бала шетінеп кетті. Дәрігерлер Ақлимаға енді қайтып ана бола алмайтынын айтты. Бұлар перзентханада жүргенде үйлер өртеніп кетті. Сөйтіп бұлар далада қалды. Ақлиманың әр туысқан үйіне барып тамақтанып, біреуінің үйіне барып түнеп жүргенде Ақлиманың ағасы қарындасының үйіне кіргізіп алды да Айбергенді қуып жіберді. Өзі ана бола алмайды. Айбергеннің не үйі, не ақшасы қалмады. Енді оның өзіне қажет жоқ екенін білген соң Ақлимада үндемеді. Осылай далада қаңғып қалған Айберген Ақлиманың ақымақ қылғанына еріп, алтын басын бақа басына айналдырғаны ашу келіп, бір түн ішінде араққа тойып алып барып, Ақлиманың ағасын пышақтап түрмеге түсті. Қасақана адам өлтіру бабы бойынша сотталып кетті. Інісінің сотталған бір ай естіген Зәуреге бұл іс ауыр тисе де ешқандай көмек көрсете алмады. Сонымен оның ендігі өмірінің 10 жылы Теміртойдың аржағында өтетін болды. Түрмедегі ауыр өмірді көргенде Айберген өзінің әр қате басқан қадамын түсінді. Өзінің соншалықты ақымақ болғанына жыны келді. Әлдебіреулердің шоқпарына айналғанына, ойыншау болғанына өкінді. Анасының алдында, қызының алдында, өзі үшін жанын беруге даяр болған Ғазизашының алдында үлкен күнәға батқанын, соның жазасын тартып жатқанына өкінді. Осы түрмеден шықпай өліп кеткісі келді. Бірақ өлмеген құлға көктем шығады демекші, тура 10 жылдан соң бостандыққа шықты. Айберген үшін бостандықтан түрме жақсы еді. Ол кезде быламық болса да өздері тамақ береді. Жан түсінетін жан-жағы қаумалаған адамдар да бар. Ал бостандықтан мұны сағына күткен ешкім жоқ. Ешкім жоқ болса да жылдар бойы қызының алдында бір рет кешірім сұрауды армандаған Айберген шыға сала Зәуренің үйіне баруға бел буды. Қызын бір көріп, маңдайынан иіскеу оның бар арман еді. Онға енді толған Несібелі бүгінде Зәуренің өз қызынан артық қыз болған. Мамалап өліп қалады. Зәуреде Несібелі болмаса тамақ ішпейтін болған. Оның парасатты ақылды қыз болып өсіп келе жатқан көргенде анасының алдында қарсы өтеліп жатқандай қуанатын еді. Зәуре анасының өтінішін орындап, Несібеліге барлық оқиғаны түгелімен айтып берген болатын. Ол сонда да өзін Зәуремен жақтың қызымын деп есептейтін еді. Бірде есік алдында ошаққа қазан асып, тамақ істеуге кірісе берген Зәуре есік ашылып, ішке жүзі жүдеу, көзі шүңірейген, бір қараған адам сескеніп қалатын еркектің кіргенін көріп, қолына ожауын ұстаған күйі тұрып қалды. Әбіржіген еркектің көздеріне тігіле қарап тұрып, оны танығанда көзіне жас айналып кеткен Зәуре өзін әрең ұстап тұрды. Егер бірдеңе десе тамағына тығылған аш өсіктің сыртқа шығып кететіні анық еді. Қадамын ойлана басып, әпкесінің қарсы алдына келген Айберген Зәуре деді де құшақтап алды. Өз денесі өзінікі емес секілді болырап тұрған Зәуре сол күйінен қозғалмады. Әпкесін құшақтап еңкілдеп жылап жіберген Айберген, мейлі құшақтама, мейлі мен сағынба, мейлі маған өкпелі бол, тек қызымды бір рет көрсетші, менің Несібелім аман ба, сенің қолыңда ма деді. Қалай аузың барып қызым деп тұрсың, қалай ғана? Сен оны ақшаға айырбастап кеткен едің ғой деді. Біліп едім осы сөзді айтатыныңды, бірақ жетер енді. Мен өз тағдырыммен қажетті жазамды алдым. Маған қызымды бір рет көрсет, содан кейін көздерін көрінбеймін, деген Айберген жанарындағы жасты ысыра берді. Дәл осы кезде үйден Несібелі шығып, Зәуренің жанындағы адамға сескене қарап тұрды да, «Мамау, Несібелі деп айқайлағансыз бе? Кітап оқып отыр едім, біреу шақырғандай болды» деді. Қарсы алдында қыздың өзінің бір кездергі ақшаға айырбастаған Несібелісі екенін көрген Айбергеннің жүрегі тілімделіп кетті. Белгісіз бір сезімдер оянып, жаны күйзеліп тұрды. Өзін көп ұстап тұра алмаған ол, босағада тұрған қыздың жанына жүгіріп барып, «Қызым, Несібелім менің, қызым» деп құшақтай берді. Бейтаныс жанның қылығына таң қалған қыз сытылып шығуға тырысуда. «Жіберіңіз мені» деп босанып шығуға талпынуда. «Мен сенің папаңмын» деуден артық сөз айта алмаған Айберген қызын бауырына басып өліп бара жатты. Түк ұқпай қалған қыз, «Қандай папа, мамау?» деп состиып тұрған анасына қарады. Жылап тұрған Зәуре, «Ол сенің әкең, ол сенің туған әкең» деп өксігіне тұншыға берді. Мына сөзді естіген Несібелі Айбергенге қарап, «Сіз маған ешкім емессіз. Менің мейірім аңсаған бала жүрегімді жаралап,
сонша жауыздық жасап, қалайша бауырыңызға баспақшысыз? Мен мейірімді аңсап, шырылдағанда бауырына баса алмаған әкеден не қайыр, не қайран? Менің қазір әкем де шешем де бар, кете беріңіз, деп титтей ғана балапан жүрек қыз көзіне келген жасты сүртпестен жүгіріп үйге кіріп кетті. Босағада тұрған інісінің бетіне қараған Зәуре: маған енді не айт дейсің? Өзің ғой барлығын жасаған. Уайымдама. Мен оның жүрегіне ең бастысы мейірімге толтырып өсіп келемін. Сен секілді мейірімге шөлдетпедім. Ол бала болса да бәрін сезеді. Енді оның жанын жараламай, бетіме қайта оралма, деді де үнсіз қалды. Зәуренің үйіне мең-зең күйде шыққан Айберген үлкен көшеге қарай келе жатты. Іші алай-дүлей боран соғып жатыр. Жан дүниесіне біреу кіріп ойнап жатқандай аударып төңкеріп болып тұр. Өкініп келеді. Бір қатынның қолшоқпары болып бүкіл тағдырын талқан еткеніне ызаланып келеді. Бар ойы тезірек мына жанын езген азаптан құтылып, араққа бас қою. Некелі жарынан аманатқа қалған перзентінен мейірім шуағын шаша алмаған әкенің ендігі бар ғұмыры сол қу шөлмекке, қуараққа байланатыны белгілі еді. Ең бастысы, балапан несібелі бақытқа жетелейтін жандардың қолында. Айбергеннің көңілінің бір түпкірін сол сезім жылтып тұрғандай көрінді. Ал Ақлима енді ешқашан ана бола алмайды. Бұл әрбір әйелді үшін ең ауыр жаза, ең орны толмас өкініш жаза. Бұдан артық жазаның өзі қазақ әйелі болу үшін мүмкін емес шығар.